Зертханалық таразының негізгі бөлігі ортасында қатты болаттан жасалған призма бекітілген аспалы металл иінінен тұрады. Призма берік қондырғыға жасалған ойыққа орналастырылады. Рычаг тірек призманың көмегімен тірек нүктесінде еркін айналады. Иіннің ұштарында тірек нүктесінен бірдей қашықтықта орнатылған сондай кішкентай призмаларға таразы табақшалары ілінген. Тірек нүктесінен табақшалар ілінген нүктеге дейінгі қашықтық таразының иіні деп аталады. Иіннің ортасында ұзын стрелка орналасады. Стрелканы ауытқуының төменгі жағында орналасқан шкаланың көмегімен білуге болады. Таразының негізі 3 аяқшаға бекітілген. 2 аяқшасындағы винт арқылы таразы деңгейін реттеуге болады. Аяғының ұзындығын реттей отырып, таразы негізін көлбеу күйге келтіреміз. Таразының көлбеу күйде орналасқан тексеру үшін тіктеуіш формасы конус тәрізді жіппен тіреуге қатар ілінген жүк пайдаланады. Егер конустың үшкір ұшы таразының негізіне бекітілген сынаға сәйкес келіп тұрса, онда таразының көлбеу күйде екенін білдіреді.